Бүгін Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 110 жылдық мерейтойы қарсаңында шаһар орталығында ұлытылған ескерткіші ашылды. Салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі қатысты. Алдын ала жарияланған байқау бойынша 23 ескерткіштің ішінен осы үлгі үздік деп танылған. Ескерткіш Алматы қаласында жасалды. 22 жобаның ішінен суырылып шыққан үлгі қоладан құйылған, биіктігі 4, тұғыры 3,8 метрді құрайды. Осы қойылған ескерткіш құтты болсын. Бұл тек қана халықтың есінде ғана қалу емес, бұл жастарға өте үлкен үлгі. Осы ескерткішке қаржысын халық жинаған екен. Бұл халықтан қандай үлкен құрмет. Рахмет сіздерге, тараздықтар, осы үшін, осындай жақсы бастамаларды қолдаған үшін. Бұл нағыз азаматтық сезімді білдіреді. Бүгін ұлы тарихи күн. Ұлы адамға менің топырағымда, туған жерімде бірінші рет ескерткіш Қазақстанда, тарихи таразда ескерткіш тұрғызып жатыр. Бұл бәріміз үшін мақтаныш, бәріміз үшін қуаныш. Демекен енді бұдан бері қарай барлық облыстың орталығынан ескерткіш ашылады деп ойлаймын. Қазақстанның өркен жаю, жаңару жолдарында Дінмұхамед Ахметұлы ел үшін өте зор еңбек сіңірген мақтанышпен айтуға болады. Өткен ғасырдың аумалы төкпелі кезінде туған елін қызғыштай қорып, қазақ халқының өркендеп, дамуына айрықша үлес қосқан ұлы тұлғаның еңбегі жас буынға үлгі өнеге. Қуаныштымын. Біздің Дінмұхамед Ахмет Қонаев атамызға ескерткіш ашқанына, қаланың тұрғындарына, әкім басшыларына, барлық халқына тағзым етеміз, рахмет айтамыз. Себебі біздің Димаш атамыздың еңбегі ереулі, өте мықты. Ондай кісі 100 жылда бір туылады. Біздің тұлға ер азаматы деп санаймыз. Біз қуаныштымыз. Димаш Ахметовтың көңілі болсын. Ол ел қуанса, ел жақсы тұрса, ел жақсы болса, елім, жерімді туған адам. Басқа ой жоқ. Мен де қуанып келдім. Менің ойымша, Димаш Ахметовтен жұмыс істесе, бәрі бірден аяқ басқаша еді. Онда басқа толқынды жоқ көңілді.